Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы жасымық сорпасын, орысша айтқанда чечевичный суп пюре дайындаймыз. Бізге картоп, сәбіз, пияз, лимон және 1 стакан жасымық қажет. Көкөністердің барлығын ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға сармай салып, біртіндеп пияз, сәбіз, картопты салып қуырамыз. Тұз және бұрыш салып араластырамыз. Бір ас қасық томат пастасы қажет. Тағы да 1 минуттай қуырамыз. Соңында 1 стакан жасымықты салып, су құямыз. Бір шай қасық тұз салып, бетін жауып, орташа отта пісіреміз. Сорпамыз дайын болғанша, бір орташа багетті алып, оны тураймыз. Әрқайсының бетіне сарымай жағып, ірімшік қойып, алдын ала қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіреміз. Сорпамыз пісті. Оны оттан алып, блендердің көмегімен пюре болғанша езіп аламыз. Жасымық сорпасы дайын. Өте оңай және тез дайындалады. Лимон шырына және пеште піскен багетпен бірге берсеңіз, өте керемет болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Сізбен болған Айман Мусилова.